6 қарашаға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн қызықты кездесулер мен қызықты сөйлесулерді уәде етеді. Үнемі тұйықталып жүретін адамдар және ешкімге ашыла бермейтін адамдармен сөйлесіп, маңызды ақпараттарды білудің сәті түспек. Тоқтылар тек өз шаруаларын ғана атқарып қоймай, жанындағы адамдарға да қолғабыс етеді. Романтикалық кездесулер жоспарланса, өзіңізді барынша шынайы әрі ашық ұстауға кеңес береміз. Бұл сізді барынша тартымды, қызықты етіп көрсетеді. Күннің екінші жартысында жағымды жаңалықтар түсуі мүмкін. Аталған жаңалықтар сізге де, сіздің жақын адамдарыңызға да қатысты болуы мүмкін. Торпақ. Кейде сіз әрекет еткеннен гөрі көбірек қиялдап кетесіз. Әлбетте, бұл жаман емес. Дәл осы қасиет бүгінгі күні қажет болады. Қолынан көп нәрсе келетін адамдардың қолдауына ие болуыңыз мүмкін. Серіктестеріңіз сізді қарсыластарыңыздан қорғап, жағымсыз жағдайлардың алдын алу үшін барлығын жасайды. Бүгінгі күні жаңа достық немесе махаббат оқиғасының жаңа парағы ашылуы мүмкін. Бұл жағдайда өз интуицияңызға толықтай сенім артыласыз. Оның кеңестері дәлме-дәл және дер кезінде көмектеседі. Алғаш көріп тұрған адамды бір ауыз сөзінен ақ түсіне аласыз. Егіздер, бүгінгі күні сіз сәттілікке тек жұлдыздардың қолдауының арқасында емес, өзіңіздің табандылығыңыздың, еңбекқорлығыңыздың және тәжірибеңізді үнемі шыңдай білуіңіздің арқасында қол жеткізесіз. Сондықтан да нәтижелерді көрген кезде жай ғана сәйкестік деп қарамаңыз. Өзіңізге кішігірім сыйлық жасап, шабыттандырып қойыңыз. Өзгелермен сөйлесуге, романтикалық кездесулер өткізуге барынша қолайлы күн. Сонымен қатар, сәтті сәйкестіктер мен күтпеген жерден орын алатын кездесулер де орын алуы мүмкін. Шынайылық пен мейірімді көзқарас айналаңыздағыларды баурап алуға көмектеседі. Шаян, бүгінгі күн жақсы жаңалықтармен, тосын сыйлармен қуантады. Соңғы кезде хабар алмай, сағынып жүрген адамдармен кездесіп қалуыңыз мүмкін. Мысалы, алыста тұратын достарыңызбен немесе жақын туыстарыңызбен. Жаңа адамдармен танысып, сөйлесулер де сізге жақсы әсер сыйлайды. Осының арқасында сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Кейбір нәрсе жөнінде қателескеніңізді де түсінесіз. Әдетте көп уақытыңызды алатын жұмыстарды бүгінгі күні жылдам атқарасыз. Күннің екінші жартысындағы уақытта белсенді демалысқа, спортпен шұғылдануға арнауға кеңес береміз. Арыстан, бойыңыздағы күшіңізді асыра сілтеп бағаламаңыз. Әрине, сіздің көп нәрсеге шамаңыз келетіні даусыз. Дегенмен де, өзгелердің көмегі де сізге артықтық етпейді. Серіктестермен бірге жұмыс атқарудың арқасында қалаған нәтижеңізге жылдам қол жеткізіп қана қоймай, жұмыс жасау процесінің өзі сіз үшін қызықты әрі жағымды өтеді. Бүгінгі күні адамдармен оңай тіл табысып кетесіз. Осы күні басталатын қарым-қатынастардың кез келген түрі ұзаққа созылады және болашағы зор. Күннің екінші жартысына қарай ақша түсуі мүмкін. Қалағаныңызды сатып алуға мүмкіндік бар. Нақты, қажетті заттарды сатып аласыз және де сол заттар алдағы уақытта сізге ұзақ қызмет ететін болады. Бикеш, асықпаңыз. Таңғы уақытта қандай да бір кішігірім қиындықтар мен түсінбестік жағдайлар орын алуы мүмкін. Сәттілікке күннің екінші жартысында қол жеткізе аласыз. Ол үшін табанды, еңбекқор әрі төзімді болуыңыз шарт. Алдыңызда кедергілер шыққанымен мойымаңыз. Жақын адамдарыңызға жақсы кеңестер айтып, оларға көмек көрсете аласыз. Күннің екінші жартысында үйдегі мәселелерді шешіп, соңғы уақытта сізді уайымға салған жағымсыздықтарды жеңе аласыз. Сонымен қатар, сәтті сауда жасауға да мүмкіндік болады. Таразы, жайлы күн болмақ. Себебі бүгінгі күні жағымды оқиғалар орын алып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Ал жайсыз жағдайлардың орын алуы екіталай. Өміріңіздің барлық саласындағы жағдай тұрақты болмақ. Интуицияңыздың кеңестерінің арқасында сіз дұрыс әрекеттер жасайсыз. Кешкі уақытта күтпеген жағдайлар орын алады. Орын алатын қызықты оқиға сізді ерекше ойларға жетелейді. Жаңа жоспарларыңыз пайда болып, алдағы уақытта оларды жүзеге асыруға кірісетін боласыз.
Саршаян, жұмыс жағынан барынша сәтті күн. Әкімшілік, ұйымдастырушылық мәселелерді оңтайлы шеше аласыз. Сонымен қатар, құжаттармен байланысты сұрақтарды да реттеуге мүмкіндік бар. Байсалдылық пен іскерлік дайындығыңыз сізді өзгелерден мықтырақ етіп, қайсарлы болуға жетелейді. Саршаяндардың өзіне деген сенімділігі мен ерекше аурасы көп адамды өзіне тартады. Дегенмен де, уақытты дұрыс өлшеп, үзіліс шағында естен шығармағаныңыз жөн. Шаршаңқы саршаяндар ашушаң келеді. Сол себепті де үзіліс пен жұмыс арасындағы балансты бұзушы болмаңыз. Мерген, өзін жақсы жағынан көрсетіп, айналасындағылардың жүрегін жаулап алу үшін таптырмас күн. Сонымен қатар, беделді адамдардың қолдауына да ие болуға мүмкіндік бар. Дегенмен де, мұның бәріне қол жеткізу үшін жасандылыққа жол бермеңіз. Өзіңізбен болыңыз, шынайы болмысыңызды көрсетіңіз. Сонда ғана сіз сенімді серіктестер мен көмекшілерді таба аласыз. Достарыңыз да кейбір мәселелеріңізді өздеріне жүктеп, қолғабыс етеді. Кішігірім сауда жасауға болады. Күннің екінші жартысына қарай жағымды оқиғалар орын алады деп күтілуде. Тауешкі, бүгінгі күнге ең маңызды әрі күрделі шаруаларды жоспарлаудың қажеті жоқ. Себебі, ауқымды нәтижеге бүгінгі күні қол жеткізуіңіз екіталай. Дегенмен де, шаруаларыңыздағы алға жылжулар көңіл күйіңізді көтереді. Жаныңыздағы адамдармен қарым-қатынастарыңыз жақсарып, сіз оларға, олар сізге көмектеседі. Көңіл күйіңізде жаман емес. Өзгелердің ашуыңызға тиіп, сізді уайымға салуы екіталай. Оптимистік көзқараста бола білсеңіз, бойыңыздағы үрей мен сенімсіздіктерден арылуға болады. Отбасыңыздағы жақын адамдарыңыз бен достарыңыз қолдау көрсететіндей жақсы жоспарларыңыз да пайда болады. Соқойғыш, сіздер үшін жеңіл, жағымды және барлық жағынан алып қарағанда үйлесімді күн. Аса күш салудың қажеті жоқ. Тек дұрыс деп таныған әрекеттеріңізді жасап, көңіліңізге жағатын адамдармен ортақ шаруаны атқарғаныңыз жеткілікті. Кейбір белгі өкілдерінің өмірінде жаңа махаббат дастаны басталады. Кейбір адамдар сізге қызығушылық танытып, сіз жайлы көбірек білуге тырысады. Жұмысқа келер болсақ, іскерлік шабытыңыз жоғары. Еш қателеспестен дұрыс амалдарды таңдап, серіктестермен жемісті жобалардың жұмысын оңай дөңгелетіп әкете аласыз. Балықтар, тек сіздің ғана пікіріңіз дұрыс немесе тек менің дегенім болады деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Сондықтан да өзгелердің де сөзін тыңдап, олардың шешімдеріне құлақ асқаныңыз жөн. Бұл осы күндегі жалғыз маңызды ереже. Егер бақталастық немесе бәсекелестік секілді нәрселерден бас тартсаңыз, бұл күні жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндігіңіз мол. Өзгелермен сөз таластырып, өз ойыңызды оларға мойындатудың қажеті жоқ. Жеке шаруаларыңызды қолға алып, өз идеяларыңызбен бөлісіп көріңіз. Ең пысық балықтар өзгелердің қолдауына ие болып, алдағы күндері үлкен табысқа кенеледі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.